әзіл ғой айтса енді, кәдімгі серьезно айтып не оны. Негізі бұл андай достармен көп шығып ана жаққа кетіп қалады, мына жаққа кетіп қалады, осы жерде көп ойнай береді да. Болат кетті, исламдармен көп ойнайды, и Гүлвира ғана қалды деп атым да ше. Сол кетсе екеуміз ғана қаламыз деп жатырмын да. Әзіл ғой бұл. Бекзат қарашы, жаңағыдай ойындар айтып жатыр ғой. Жаңағы пікірлер ладно енді да. Бірақ енді жаңағы ойын жайлы өзің айтып жатсың ғой, бірдей темпте ойнайды деген сияқты. Негізінде жігіттер қасында қыздар шектеу қойма деген кезде шектеу қоймауға тырысады, солай ғой. Шектеу қоймауға тырысады, жарайды, свобода, мә өзің біл деген сияқты біледі. Бірақ қыз ретінде сен Назерке айтшы, мысалға, сол уровеньді ұстап жүре аласың ба? Сол границаларды ұстап жүре аласың ба сен? Потому что жаңа свобода берген кезде көбісі уже ана нормальный болып үйреншікті зат. Біз бәріміз сондайға әуеспіз ғой адам болғаннан кейін ше. Тез-тез үйреніп кетеміз да, болды уже мән бермей кетеміз. Сол кездерде бүйтіп, досыңмен қалай ойнап атсың, жігітіңмен де солай ойнап атсың, бірақ ана жігітің ар жақта біртүрлі болып қалып атады да. Сондай моменттерді өзің бүйтіп негізінде өзің қою керексің, границаны жігіт айтпай жатып. Неге жігіт айтады саған, ограничение қойып бастайды, уже бір неприятно болады, екі неприятно болады. Саған бір рет айтса сен қабылдамайсың, сосын бір күні жарайды деп қояды да, уже сен өзінен күтеді. Бірақ қыздың өзінде бола ма сондай нәрсе? Жаңағыдай өз маған шектеу қоймайды, ладно. Тұра тұр, мынау досым ғой, мен мынамен қатты ойнамайын. Ойнайын, бірақ қатты ойнамайын. Бір граница қойып қояйын алдыма деген нәрсе бола ма сенде? Мен по идее уже 2-3 күн болды ма, и так сол Бекзатпен сөйлескеннен кейін кішкене тынышталып жүргенім бар. Оның алдында одан ары барлығыңызбен ойнайтынмын ғой. Бірақ менің ойымша ол дұрыс емес. Өйткені қалай барсын солай болу керек. Потому что біз әлі ол уровеньге жеткен жоқпыз деп есептеймін мен. Хорошо, мынандай нәрсе ғой. Сонда қыздарға менің бұл жай ғана объективный ой да, қазір айтып отқанымша, қыздарға сонда мынандай нәрсе керек па? Определенно бір формальность керек па сонда, чтобы сондай ограниченияны қою үшін, немесе досың мен жігітіңнің разницасын білу үшін сендерге формальность керек па? Либо жаңағыдай үйлену деген, немесе ол біз осынша уақыт бірге уже жүрдік деген бір формальность керек па сендерге? Аян, бұл жерде формальность, неформальность емес, онда емес әңгіме. Бұл жерде әңгіме, скорее всего, мен басында айттым ғой, мен жұптыққа дайын болған жоқпын деп. Сразу жұптыққа сөз салып жіберді. Бірақ мен деген жоқ демей, иә деп арғарай көрейін дедім. Енді бізде қазір тез таныстық болып жатқаннан кейін, мен оған әлі үйренісе алмай жатырмын. Өзіне де айтқан болады, мен әлі тез үйренісе алмай жатырмын, бірақ қазір ақырын үйренісіп жатқан бар. Онда Назерке қараш. Сол үшін мен айтып жатырмын, біз әлі ондай уровеньге жеткен жоқпыз деп. Хорошо. Онда мынандай айта салайыншы бір минут, мынандай нәрсе ғой, айтып жатсың ғой, бірінші жұптыққа тез сөз салып жіберді дейсің, иә? Соған бірақ сен иә дедің. Сол иә деп атқан кезде сен ойландың да, так, иә деуге болатын адам ба, жоқ па? Ішіңде бір түйсігіңде бір нәрсе иә деген шығар. Сөйтіп иә дедің. Жаңағыдай дүниелер болады ғой. Жаңағыдай біз әлі ондай уровеньге жеткен жоқпыз деп атсың ғой. Ол кезде эгоизм жасама онда сен. Вот сол жерде сен эгоист болып атсың. Неге сен басында жұптыққа иә деген кезде түйсігіңде иә деген нәрсені қабылдайсың да, ал сондай уровеньдер керек кезде, ограничение қоятын кезде, жоқ, пока ол жақ иә емес. Пока ондай жігітім емес деген нәрсені қабылдайсың. Ақыры басында болды, мен жұбым деп қабылдадым ба, онда каждый содан кейінгі ситуацияларды да жұбым деп қабылда. Но я не считаю, что эгоизм болған ол жаман деп. Бекан тоже, айтып жатқандар тоже дұрыс емес деп жатқан жоқпын. Оның тоже өзінің көңіліне келетін заттарды айтады, мен тоже айтамын деген секілді. Мен эгоистпін, мен төмен түспеймін, мен басымды имеймін деп изначально айттым. Мен өйткені басымды ию үшін біз уровеньге жетуіміз керек деген секілді мен айтқан болатын. Шолпан, мына жерде мен Аянды түсінбей жатырмын да. Аян бұл жерде Назерке келіп Бекзатқа сөз салған жоқта, жұппалайықшы деп. Не үшін сен қазір жерден алып жерге салып жатсың? Таңдап аласыңдар да, оны өзгерткілерін келеді. Неге оны қорғап, бір қамағыларын келеді деймін да. Ертең осындай қыз өзінің өмірі бар, өзінің интерестері бар, өзінің достары бар. Сондай ерекше қыздарды өздерін таңдап аласыңдар да, сонысымен қыздар қызық деп ойлаймын. Егер де ол қыздың өмірі тек қана сен болатын болсаң, саған ол қыз қызық емес болып қалады. Не үшін сондай нәрсеге сендер кеп итермелейсіңдер қыздарды? Ертең өздерің сондай нәрсеге алып келесіңдер да, қыздар тек қана сендермен ғана өмір сүрген кезде қызы
барасыңдар да қызық емес деп тастап кетесіңдер. Өздерің не қалайтындарыңды білмейсіңдер. Егер здоровый отношение қалайтын болсаңдар, ол қыздың да өзінің өмірі болу керек. Саған да өмір жаңағыдай саған да уақыт бөледі деген сияқты да. Полностью ол қыз саған 15 жасар қыз емес қой, оны перевоспитывать ететін дейші. Сондықтан да өзі ақыл тоқтатқан қыз ретінде таңдадың ба, о таңдауыңды уважать ет. Өзі қалай өмір сүргісі келеді, солай өмір сүруіне возможность бер. Ол бір жағынан сынап алсаң болады деген сияқты. Сол свободаны берген кезде расымен сені сыйлайтын қыз, бірінші очередте өзін сыйлайтын қыз достойно жүре алады, сен айтпасаң да. Негізі бар ғой, бұл жерде былай, мен негізі Назеркені бір өзгертуге тырыспаймын ше. Просто маған кейбір ұнамайған нәрселер айтам. Маған нәрсе ұнамай қалды деп ше, өзгерт деп теппін мен оған ше. Жай ғана айтам. Мүмкін өзгертесің деген сияқты, мүмкін араласпай қоярсың деген сияқты. Және де мен негізі көбісі айтады, отың өшіп қалыпты ғой деген сияқты, шыптыққа түссің не болды деген сияқты сұрап атады негізі. Екеумізден де сұрайды. Негізі былай, мен бастап иттім. Шынымен үйренісін қиын болды маған ше, өйткені мен Назеркеге айтып, жай түсіндіріп көремін ғой. Сосын ол білмеймін не үшін екенін керісінше істейді. Бастапқы кездерде. Мен араласпа дегендермен наоборот жақсы араласып кәдім, сонымен общение болып кәдім, екеуі бүйтіп, соны бүйтіп қолын ұстап сөйтіп жүреді. Сосын мен ашуланайын десем, ашуланатын ретім жоқ. Ашулансам ол кезде мен жаман адам болып қаламын Назеркеге. Және де жай айтсам түсіндіре алмай жатырмын. Үнсіздікпен ғана отырдым. Не істейді екен, жарайды деп ше. Және де мен Назеркені жауып жатқан жоқпын. Жапқында жай ғана кейбір тұстарында өзгерте аласың ба деп қана айттым. Және де негізі өзгертісі келген адам ол ше, если маған бәрібір болса, немесе басқа нәрсе үшін сөз салған болсам, маған бәрібір болар еді ше. Жай ғана мен просто болашағымыз үшін сөздеріңізді бөлейін, себебі бізде жарнама болып қалды. Тіпті мен сөздеріңізден нақты түсіне алмадым. Бұл бір жұптықтың басталып кеткенін Назерке сіз асығыстық деп отырсыз ба әлі де? Әлде олай емес пе? Барлығын жарнамадан кейін жауап беріп айтарсыз. Жарнама.